құрметті қызылордалықтар. Келбеті көркем, құлпырған өлкем Қызылорданың туған күні баршаңызға құтты болсын. Орталық стадионда Қызылорда облысының 85 жылдық мерейтойына арналған дәстүрлі қала күнін мерекелеуге арналған гала-концерт өтуде. Қадірлі жерлестерім, құрметті қала қонақтары, сіздерді облысымыздың құрылғанына 85 жыл толуымен бүгінгі қала күні мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Аймағымыздың әлеуметтік экономикалық даму жолындағы өлшеусіз еңбегі үшін бірқатар азаматқа Қызылорда облысының құрметті азаматы атағы берілді. Қызылорда менің сүйікті қалам. Осы Қызылордада мен туғанмын. Осы Қызылорда осы уақытқа қызмет істеп келе жатырмын. Қызылорданың өзі соңғы уақытта өркейіп дамуына қуанамын. Әрі қарап дами беруіне осы жастар үлес қосады деген үміттемін. Қызылорданың халқына денсаулық тілеймін, отбасына амандық тілеймін. Шарада елімізге танымал эстрада жұлдыздарымен қатар сыр өнерпаздары да өнер көрсетуде. Өңірлеріңіз өркендей берсін. Сол жақ рахмет. Қайта қолдап атқан сіздерге рахмет. Кештің ортасында атайық еді, барлығыз түсіріп алыңыздар. Арнайы уақыт болсын, салют дегені барлығыз бірге. Күніне орай гала-концерт өтуде. Бізге ұнайтын әншілер келді. Мысалы, Ақбота Нұр, Садрадин деген әншілер келді. Бізге өте қатты ұнап жатыр. Концерт өте дәрежелі деңгейде өтіп жатыр. Бізге ұнап жатыр. Қала күні құтты болсын. Балалық шағымның жарты уақыты осы Қызылордада өтті десем қателеспеймін. Бүгін енді нағашыларымның ауылын, яғни Қызылорда қаласын туған күніне құттықтап келіп қалған жайымыз бар. Қызылорда халқы өте керемет, қонақ жай. Мен өзімнен білем, нағашыларымнан білем, туыстарымнан білем, бауырларымнан білем деген сияқты. Көрге берсін, өне берсін, өсе берсін, мықты азамат пен азаматшалар елімізден шыға берсін деп ойлаймын. Алғашқы ана болған алғашқы астанам Қызылорда. Жасай